Бәріңе сәлем. Бүгін бізде қонақта Астана қаласы 2-ші өнер мектебі көркем сурет бөлімінің суретші мұғалімі және де Қазақстан Республикасының суретші одағының мүшесі, сонымен қатар мәдениет саласының үздігі Қайран Жайырбекова. Сәлеметсіздер балалар. Сәлеметсіз бе? Ендеше бүгінгі подкастымыздың бірінші сұрағы жалпы сіздің мамандығыңыз жайлы. Осы мамандықты қалай таңдадыңыз? Мамандық бұл енді өте маңызды шығарылған адам үшін. Өмірде дұрыс мамандық таңдай алған адам бақытты. Мен өзімді бақыттымын деп сезінемін. Себебі мен дұрыс мамандық таңдай алдым. Мен өзімнің қызығушылығым бойынша бала кезде өзімді осы болашақта суретші ретінде көргім келген. Сондықтан суретке барынша қызығып, сурет өнерін бала кезден бастап салып үйрендім. Бірақ енді арманның орындалу жолында көптеген кедергілер болады, ол өмірдің заңдылығы. Мен ауылда туып өскендігімнен ол заманда бізге ондай сурет үйрететін мұғалім үйірме бүгінгідей шаршағдай болған жоқ. Сондықтан кейін ержеткен соң мамандық таңдауда жаңағы басқа мамандық таңдадым. Енді ол сол кезде жағдай солай болды. Кейін қоғамға шығып жұмыс істегеннен кейін келе бәрібір де өзімнің бойымдағы қызығушылығым мені осы сурет өнеріне алып келді. Мен суретті жалғасты білім толықтап оқып, екінші мамандық бойынша бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі деген мамандықты алып өзімнің арманыма жеттім деп ойлаймын. Бүгінгі таңда міне қолдануда отырмыз суретші ретінде. Суреті қасиет үлкен зат деп шынымен. Оған келсек, сіздің стиліңіз қандай? Стиль дегенде енді жалпы мен өзімді барынша жан-жақтылы көрсеткім келеді стиль жағынан. Солай өзімді бейімдеп, солай ізденіс жасаймын. Дей тұрғанменен маған жаныма ең жақыны бұл классикалық суреттің классикалық түрі. Мысалы, Леонардо да Винчидің бала кезімде Мона Лиза деген шығармасын көрген кезде маған қатты әсер етті. Содан бастап мен осы классикалық шығармаларға қызықтым. Сонымен бірге графикалық жағынан да қатты қызығамын. Мынау карикатураға жанры бар. Осы салада көп еңбек еттім. Және де қазіргі таңда мынау суреттің әртүрлі стиль жанрлары бар. Соларға да өзімше қалам тербеп, өзімше ізденіс жасап, үйреніп келе жатырмын. Өнердің кеңістігі шексіз. Әр бағытқа қарай өзіңді бейімдеп үйрену керексің. Мен де сол үздіксіз үйрену үстіндемін. Білімім әлі шекті. Сондықтан жаңағы сенің сұрағыңа барынша жан-жақты болуға тырысамын деп жауап беремін. Кешіріңіз. Ал сізді біздің екінші мектепте сабақ берді дейді. Соған қоса сіздің есте қалған бір жақсырақ деген шәкірттеріңіз бар ма? Иә, дұрыс айтасың. Мен сол 52-ші мектеп гимназияда 2008-ден 2018 жылға дейін 10 жылдай жұмыс жасаттым. Аз емес. Аз емес, әрине. Ол жерде біраз шәкірттер тәрбиеледік. Оның кейбірі жаңағы көз алдымда бейнесі. Енді біраз жыл өтіп кеткеннен кейін аты жөнін бірден еске ала алмай жатырмын. Біреуі жаңағы мүсін өнеріне өте керемет талантын көрсете білген балалар болды. Біреуі жаңағы сурет салу жағынан, графикалық жағынан болсын. Енді біреулері шығармашылық композициялық жағынан өзінің жаңағы фантазиялық ойлау қабілетінің жан-жақты екендігін көрсете білген оқушылар болды. Соның бірі қазір есіме түсіп отыр. Баян деген оқушы, қыз бала. Ол мысалы басқа балаларға мынау композициялық шығарма жаса деп бір тақырып берсең қиналады көбі. Өйткені олар қарап затты солай қалай тұрады, солай қабылдап үйренген. Олар өзінің фантазиясын көрсетуге, қағазға түсіруге қиналады. Ал ол баладағы талант сол өзінің ойын қағаз бетіне өте жақсы түсіре алады.
ол бір болашақта мықты суретші болады деп мен соған сенемін. Өйткені ол өзінің ойын қағазға түсіре алады. Сол есімде қалды. Hoş bulduk. Керемет. Ал ендеше ер жігітке жеті өнер де аз депті. Сізде жалпы сурет салудан басқа қандай өнерлеріңіз бар? Siz de öyle katlı bizge maqtapar. Сұрақтарды түсіндім. Яғни ер жігітке жеті өнер де аз деп жатырсың ғой. Сиырлы бір сырлы деп жатыр. Әркім барынша солай болғысы келеді. Бала кезден бастап бұл бойында қалыптасатын жаңағы артықшылықтар ғой. Ол жаңағы қызығушылық, хобби деп жатамыз бүгінде. Мысалы мен өзім спортқа қатты қызықтым. Жаңағы футбол тебуге бала кезімізден барлық балалар қызығады ғой әрине. Волейбол, баскетбол ойнауға, теннис, қыш теннис, суда жүзуге, жүгіруге, мысалы таңертең ерте тұрып жүгіріп машықтанатынбыз. Қыстың болсын, жаздың, көктемде болсын. Әзірге дейін сол ұстаған, әзірге дейін солай. Сосын мынау брейк-данс деген мынау қазір көшеви деп айтып жататынбыз бұрын. Сондай брейк-дансқа қызығамын. Ол кезде, ол замандарда ондай бүгінгідей үйрететін ұстаздар болмаса да біз кинодан көріп, соған қатты қызығып, сондай брейк-дансқа қызығып өстік. Соны билейміз мысалы. Ән айтамыз, өлең жазамыз, ол енді кейін келе-келе қалыптасқан қызығушылықта. Солай жаңағы рухани жақтан бұл байлық саналады, өзіңдегі сол қызығушылықтарын. Сондықтан рухани жаңағы өнерге баядым, ол сауада деп ойлаймын. Siz көп айтарлықтай хоббиңіз бар екен. Аз еместі көрген адамсыз. Ал енді біздей жастарға өзін енді ашып отырған қандай кеңес берер едіңіз? Кеңес дегенде мен өзім тұрғысынан айтсам, мысалы мен бала кезімде ұлы адамдардың өміріне қызығып, солардың өмір жолдары туралы жазылған көркем шығарма болсын, тарихи деректер болсын, соларды қатты қызығып, іздеп тауып оқып, солай өстім. Соларды үлгі тұттым, былайша айтқанда. Сол сияқты сендерге де кеңес айтар едім. Қазақтың ұлы тұлғалары көп, үлгі алатын. Сондай ұлы тұлғалардан, солардың өмір жолдарына, солардың өнер жолы болсын, жалпы оқып біліп, соны өздеріне бір рухани жаңағы байлық, білім алып, сол арқылы өздеріңді өмір жолдарына бір жаңағы ұстаным қалыптастырып сүйсеңдер болады деп ойлаймын. Және бүгінгі таңда біздің Қазақстан дамып жатыр, болашағы нұрлы деп айтып жатамыз. Оны не үшін айтамыз? Оның барлығы өздерің сияқты өсіп келе жатқан жас ұрпақтарға байланысты. Сендердің бүгінгі мынау алып жатқан білімдерің, бүгінгі мынау орталарың, осының барлығы сол нұрлы болашаққа деген жаңағы ірге тасы. Сендер солсыңдар, былайша айтқанда, сендер өздерің солай ойлауларың керек. Мен болашақта осы Қазақстанның мықты сондай бір азаматшасы боламын деп өздеріңе осы бастан арман мақсат қойсаңдар, өздеріңді сол жақсы арман мақсатқа қарай бейімдесеңдер, барлығы орындалады. Армандар орындалады деген ол рас. Мен де армандадым, мен де бүгін суретші болдым. Сол сияқты сендерге де сол энергияларың бар, уақыттарың бар, жалпы алғанда талпыныстарың бар. Өздеріңді тек қана табанды еңбекпен үздіксіз үйренудің жолында өздеріңді ұштасаңдар, әрине болашақта мықты азаматша боласыңдар деп сенемін. Үлкен рахмет. Сұхбатты аяқталып жатыр. Тағы да үлкен рахмет айтқым келеді. Сау бол. Рахмет, өздеріңе де келіп, осы біздің Едүчөндөр мектебіне келіп, біздің шәкірттерімізді көріп, мектебімізбен танысып, уақыттарыңды бөліп келіп жатсыңдар. Өздеріңе де болашақтарына жарқын, жақсы
sağlık tileyim. Sonradan birge özlerinin apayların özümün kastetsin Layla Saygız'ına da köpten köp algısını aytaman. O kişi menin 10 jıl birge жұмыс жасағыстан. Екінші, жаңа Елбек Шөндер мектебінде ол кісі де міне зейнетке шығып келсе де, әлі де сол өздерінің сияқты міне қазақтың қара көз өзіміздің міне сүйкімді шәкірттерімізді кішкене болса да болашағына бір жақсы фундамент қалыптастырып кетейін деп мынау кісілік тәрбие жағынан болсын, білім тәрбиесі жағынан болсын, қоғамдық тәрбие болсын, жан-жақты жетектеп өздеріне дұрыс бағдар беріп жатқан осы Лайла Сайруза әкелізге де ризашылығымды алғысымды білдіремін. Рахмет ол кісіге де. Жақсы сау болыңдар.